Саламатсыздар ма оқушылар? 6 сынып математика оқулықтағы 1481 есептен бастап шығарылым көрсетейін. 7 қайық пен 31 адам өзеннің арғы жағына өтулер керек. Қайықтар 3 орындық және 5 орындық. Осы адамдарды түгел өзеннің арғы жағына өткізу үшін неше 5 орындық, неше 3 орындық қайық керек дейді. Енді 5 орындық X қайық және 3 орындық Y қайық деп қояйық, берілген сұраған бойынша. Енді сөйлем 7 қайықпен делсе, осы мынау қайықтың саны X қосылған Y барлығы 7 қайық, бірінші сөйлем бойынша. Енді 5 орындық X қайық десе, және 3 орындық Y қайық пен 31 адам өзеннің арғы жағына өту керек болса, 5 орындық X қайықтың адамның саны плюс 3 орындық Y қайық тең болады 31 адам. Мынау адам саны болып табылады. Ары қарай мына теңдеуді шығару үшін бізде қосу тәсілімен беріліп тұрғасын. Бірінші теңдеуді -3-ке көйітіп жіберейік. Сонда -3x -3y тең -21 деген теңдеу шығады. Енді екінші теңдеу сол күйінде жазып қоямын. Екеуін бір-біріне қосамын. Мынау бізде 2x болады, мынау жойып кетеді. Мынау бізде 10 болады, 10-ды 2-ге бөлсем, x-тің мәні 5-ке тең болады. Осыған сәйкес, енді y-тің мәнін табу үшін, бірінші теңдеудегі 7-ден x-тің мәнін алып тастайын, ол 5 тең болады 2. Сонымен есептің жауабы 5 орындық 5 қайық және 3 орындық 2 қайық екен. 1482 есеп 2-ден 1 метр куб болат пен 0,3 метр куб шойынның массасы 6 тонна. 0,3 метр куб болат пен 2-ден 1 метр куб шойынның массасы 5,184 тонна. 1 метр куб болаттың массасы және 1 метр куб шойынның. Әрқайсының массасын мынаны x, мынаны y деп алайық. 1 метр куб болат, 1 метр куб шойыннан қанша ауыр дейді. Бұл үшін енді 1 метр куб болатты x, 1 метр куб шойынды y деп алатын болсам, бірінші сөйлем бойынша 2-ден 1 метр куб десе, 2-ден 1 x плюс 0,3 шойын десе 0,3 y тең 6 деп белгілейміз. 6 тонна. Келесі 0,3 метр куб болат пен 2-ден 1 метр куб шойын массасы 5,184. Осылай теңдеулер жүйесін құрып аламыз. -5-ке көйтіп, мынаны 3-ке көйтіп жіберейік. Сонда бізде мынаны 0,5 деп алсам, 0,5-ті 5-ке көйтсем, -2,5 болады. X қосылған 0 -1,5 y болады. Тең -30. Ары қарай мынаны көйтсем 0,9 x плюс 0,5, оны 3-ке көйтсем 1,5 y тең 5,184-ті 3-ке көйтсем 17,152 деген сан шығады. Енді екеуін бір-біріне қосайын. -2,5-тен 0,9-ды алып тастасам, менде -1,16 x шығады. Мынау жойылып кетеді. Тең болады, мынаны бір-біріне азайтсам, -12,48 шығады. Енді x-ті табу үшін -12,48-ді -1,16-ға бөлсем, x-тің мәні шығады 7,18. Енді осыған сәйкес, y-тің мәнін табу үшін кез келген теңдеудегі x-тің орнына 7,18-ді қойын. Бірінші теңдеуге қойып қарайын. 0,5 көйтілген 7,18 қосылған 0,3 y тең 6 деген теңдеу шығады. Ары 0,3 y тең 6 азайтылған 3,19 шығады екен. 0,3 y тең 2,11 шығады. Енді y-тің мәнін табу үшін 2,11-ді 0,3-ке бөлсем 7 шығады. Сонымен есептің жауабы бізде 1 метр куб болаттың массасы 7,8, 1 метр куб шойынның массасы 7. Енді 1 метр куб болат, 1 метр куб шойыннан қанша ауыр десе, 7,8-ден 7-ні алып тастасам, 0,8-ге ауыр. Мына есептің жауабы ауыр.